Достар, сіздермен бірге пеште піскен өте дәмді болып шығатын тауық дайындаймыз. Ең алдымен видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк, комментарий ұмытпаңыздар. Ең бірінші өздеріңіз қалаған көлемде, үлкен немесе кішкентай болса да болады, кез келген тауықты алып, жақсылап жуып тазалап алыңыздар. Іші сыртын барлығын жуып тазалап алыңыздар. Осылай жуылған тауығымыздың мен артық жерін кесіп алып тастадым. Және жуып болған соң тауықты жақсылап қағазбен құрғатып сүртіңіздер, ешқандай су қалып кетпесін. Құрғатып сүртілген тауығымызды алып, ішіне бір картоп немесе мен осылай алманы турап салдым. Бір алманы солай салсаңыздар да болады. Картопты бүтіндей салсаңыздар да ол піседі. Содан соң аяғын фольгамен ораңыздар. Мен осылай өзінің терісіне орап қойдым. Олай да болады. Егер болмаса фольгамен байлап қойыңыздар, себебі тауық піскенде бір-бірінен ажырап кетеді. Осылай енді бір пачка тұзымызды алып, барлығын табамызға жақсылап орналастырамыз. Барлығын себіңіздер, одан қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Тауығымыз өзіне қажет тұзды бойына өзі сіңіріп алады. Тұзды салған соң осы тауығымызға орын дайындаймыз. Тұзымызды жақсылап жайып шығамыз. Дәл ортасына тауығымызды орналастырып, мен артық жерлерін сәл тұздарды алдыға қарай итеріп қойдым. Енді осы тауығымызды 180 градус қызып тұрған пеште 1,5-2 сағаттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.